Адамзат арасынан самұрықтың кетуі. Ерте заманда ұшпалы таққа отырып, 18 мың ғаламға өкім жүргізген Сүлеймен дейтін патша болыпты. Ол күндердің бірінде сарайындағыларға мағұрыптағы мәшкүріпке бұйырады деген тәмсіл айтыпты. Мұны естіген қол астындағы қызметкерлерінің бірі самұрық: «Ей тақсыр, мағұрыптағы мәшкүріпке қайтып бұйыра алсын. Тым артық айттыңыз-ау. Мағұрып пен мәшкүріптің арасы өте алыс. Бұл аралықта қилы қауіп-қатер, зиянкестік бәрі де бар. Дүниедегі жан-жануарлар бүкіл әлемді ашса алақанына, жұмса жұдырығына сыйғызған сіз сияқты киелі патша емес қой», деп шүбәланыпты. Осыған бола Сүлеймен және самұрық серт жасасып, мағұрыптағы мәшкүріпке бұйыратындығы рас болса, Сүлеймен самұрықтың басын алмақ. Мағұрыптағы мәшкүріпке бұйырады дегені Сүлеймен дәлелдеп бере алмаса, самұрыққа тағын өздігінен бермек болыпты. Серт жасалып, мөр басылып, қол қойылып болған соң самұрық тұрып: «Тақсыр, бір мысал келтіріңізші», депті. Бұл да жөн екен деп білген Сүлеймен: «Шығыстағы бала көрмей зарығып жүрген Мәлік деген бір патша бар. Таяуда оның әйелі ұл туады. Батыста балаға зар болып жүрген бір патша бар. Мәліктің әйелі ұл туған күні оның әйелі бір қыз туады. Бұлардың арасы 7 айлық теңіз жолы. Талай тау өзендер бөлінген шалғай болса да, осы екі бала 18 жасқа келгенде бір-біріне некелі болады», депті. Мұны естіген самұрық: «Ендеше Мәліктің сол ұлы туған күні оған некеленетін қызды ұрлап аламын да адам пендесіне көрсетпей бағамын. Мәліктің ұлына ол қыз қайтып бұйырар екен. Сонан